Бір күні осы сұрақ ойыма келді. Көп ойлана отыра, Алла тағаланың пенделеріне махаббаты, пенделердің бойында Құранда айтылған сипаттардың, қасиеттердің табылуымен болатындығы есіме түсті. Өзімді салыстыру мақсатымен Құранда айтылған сипаттарды ой елегінен өткізе бастадым. Қарасам, Алла тақуа құлдарын сүйеді екен. Өзімді тақуаларға жатқыза алмаймын. Қайта ойландым. Алла тағала ихсан деңгейіне жеткен мұхсин құлдарын сүйеді екен. Ихсан қайда, мен қайда? Қайта ойландым. Алла тағала тағы сабырлы құлдарын сүйеді екен. Менде сабырлық бар ма? Сірә мендей сабырсыз адамдар аз болар. Қайта ойландым. Қарасам, Алла өз жолында күресушілерді сүйеді екен. Түннің 3-ші бөлігінде үстімнен көрпені алып тастауда шайтаннан жеңіліп жатқанда қайдағы күрес? Әрі қарай іздесем, бойымнан Алланың махаббатына лайық ететін бірде-бір сипат табылмай қалама деп қорқып, тұла бойымды үрей биледі. Іздеуді шарт тоқтаттым. Амалдарымды пікірледім, ойландым. Жалқаулық, немқұрайлық аралас екен. Сол кезде ойыма Алла тәубе етушілерді сүйеді деген жаратушымның сөзі келді. Бұл аяттың мен және маған ұқсағандарға арналған екендігін жаңа ғана ұққандай болдым. Еріксіз Аллам өзіңе тәубе еттім, күнәларымды кеш. Аллам өзіңе тәубе еттім, күнәларымды кеш. Я Аллам өзіңе тәубе еттім, күнәларымды кеш деген сөзді бәсең дауыспен қайталай бастадым. Бәлкім, осы сөздеріммен Алла тағаламның сүйікті құлдарының қатарына кіріп қалармын. Иншалла.